Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Автонесие бағдарламасын түсіндіретін боламын. Өтінім 6 ақпанда 10:00-ден бастап қабылданатын болады. Автонесие KZ сайтынан өтініш бере аласыздар. 761 өтініш ғана қабылданады. 761 өтініш қабылданғаннан соң басқа өтініштер автоматты түрде қабылданбайтын болады. Өтінім беріп үлгеріңіздер. Өтінімді жіберу үшін ЭЦП кіртіңіз керек. Өтініш беруші телефон нөмірін енгізіп, авто өндірушіні таңдайды. Өтінімнің тіркелген-тіркелмегендігін жеке кабинетіңізден көре аласыздар. Автонесиенің шарты: автомобиль құны 15 миллион теңгеден аспау керек, қаржыландыру сомасы 10 миллион теңге, несиенің мерзімі 7 жыл, пайызы 4%, бағдарламаға Сарыарқа Автопром және Hyundai Транс Қазақстан авто өндірушілері қатыса алады. Яғни сіз 15 миллион теңгенің машинасын таңдасаңыз, немесе 12 миллионның машинасын таңдаңыз, сол кезде сізге тек қана 10 миллион теңгені қаржыландыра алады. Қалған соманы сіз өзіңіз төлейтін боласыз. Осы 10 миллион теңгенің көлемінде несие рәсімдеп, 4%-бен несиеңізді өтейтін боласыз. Сіз бұл автонесиені жіберместен бұрын өзіңізге керекті нақтылап алыңыз. Қандай автокөлік керек? Яғни оны екінші рет өзгертуге мүмкіндігіңіз болмайды. Бір таңдаған автокөлікті екінші рет таңдай алмайсыз. Сол себептен мұқият, асықпай таңдап алғаныңыз жөн. Жалпы қазақстандықтарға сәттілік тілеймін. Осы 761 адамның арасына кіріп, автонесиені рәсімдеулеріңізге тілектеспін. Менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Себебі бұдан басқа да өте пайдалы ақпараттар көп. Кәсіпкерлік бойынша, гранттар бойынша пайдалы ақпараттар көре аласыздар. Сау болыңыздар.